Бәріңе сәлем. Бүгін сіздермен Наполеон тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Корждары өте керемет, қытырлақ болып шығады. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Ең алдымен салқын суымызға, салқын мұздай суымызға бір жұмыртқаны жарып салып аламыз. Біздің суымыз өте суық болу қажет. Сол үшін оны тоңазытқышқа қойып алғандарыңыз да болады. Үстіне шым-шым тұзымызды салып, 9% уксусымыздан бір ас қасықты құйып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтығымызды тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді мұздай сармайымызды үккіштің ең үлкен жағына қаратып, ұнға ауната отырып үккіштен өткізіп алатын боламыз. Ұнға ауната отырып істесеңіздер, қолдарыңызға да үккішке де жабыспайтын болады, түйір-түйір болып түсетін болады. Мұнда да сармайымыз өте салқын болуы қажет, мұздатқыштан шықса да бола береді. Енді қолымыздың көмегімен жеңіл ғана ұнмен сармайды біріктіріп шығамыз. Бізге қатты мұжудың қажеті жоқ. Осылай ғана жеңіл түрде аунатып шықсаңыздар болды. Бізде крошка пайда болуы қажет. Мыжсаңыздар, майларыңыз қолыңыздың температурасымен еріп кетуі мүмкін. Сол себепті жай ғана аунатып шығамыз. Үстіне сұйықтығымызды құйып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Мұнда қолыңызбен араластырудың қажеті жоқ. Өйткені сармай еріп кетуі мүмкін, крошка шықпай қалады сосын. Мен сұйықтықты тоңазытқышқа салып қойған болатынмын, өте салқын болып тұр. Араластыруы да өте оңай болды. Видеода көрініп тұрғандай қатпар пайда бола бастайды. Дайын болған қамырымызды тындыру үшін пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Кем дегенде 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қойғандарыңыз дұрыс болады. Жайған кезде қолдарыңызға жабыспайтын әдемі қамыр болып шығады. Наполеон тортының ортасына заварной крем, яғни қайнатпалы крем жақсы барады. Сол себептен қайнатпалы крем жасайтын боламын. Ол үшін ең алдымен жұмыртқаның үстіне қантымызды қосып, кукурузный крахмалды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Толықтай араласуы қажет. Бізге сүт қажет болады. Сүттің майлылығы маңызды емес, қанша пайыз болса да бола береді. Сүтті темір ыдысымызға құйып, оны отқа қоятын боламыз. Қайнағанға дейін жеткізбейсіздер, ысыса болды. Жарты бөлігін осылай сұйықтықтың үстіне құйып аламыз да, жақсылап араластырып, қайтадан сол сүттің үстіне осы сұйықтығымызды құятын боламыз. Енді баяу отта қоймалжың күйге енгенше тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Бұл жерде газдың қасынан кетудің қажеті жоқ, әйтпесе астына жабысып қалатын болады. Сол себепті араластырып тұрамыз. Дайын болған массамызды оттан алып, үстіне сармайымызды салып, сармай толықтай ерігенше араластырып аламыз. Осымен заварной креміміз дайын болды. Бұл кремді толықтай суытып алу үшін металл ыдыстан пластик ыдысқа ауыстырып құятын боламыз және тоңазытқышқа толықтай суыға жіберетін боламыз. Бетін міндетті түрде пищевая пленкамен жауып қойғандарыңыз дұрыс болады. Тоңазытқышқа кем дегенде 3 сағатқа жібереміз және крем толық бір-біріне бірігу үшін пищевая пленканы осылай кремнің бетіне толықтай тигізіп жабасыздар. Енді сәл қатқан қамырларымызды осылай бөлікке бөліп аламыз. Менде 9 бөлік шықты және осыны тоңазытқышқа сала отырып бір-бірлеп жайып алатын боламын. Мен бірден пергамент қағазының үстіне жаямын. Сіздер де осылай істесеңіздер өте ыңғайлы болады. Әуелі қамырды кішкене ұнға малып алғандарыңыз дұрыс болады. Сонда оқтауға жабыспайды. Дайын болған қамырымызды 180 градус пеште пісіріп алуға жібереміз. Корждардың жұқалығы, бетінің қатпары видеода көрініп тұр. Сіздерде де осылай шығуы қажет. Енді тортымызды жинаймыз. Біздегі заварной кремді алдымен осылай араластырып алуларыңыз қажет. Әрбір корждың бетіне 2 ас қасықтан сала отырып, бір тегіс қылып жағып алып, тортымызды жинаймыз. Бұл торт заварной креммен жақсы үйлеседі. Жасап көруді кеңес етемін, өкінбейсіздер. Егер де рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Тортымызды жинап болғаннан кейін айналасындағы қалған бөліктерінен крошка жасап алатын боламыз. Оқтаумен езудің қажеті жоқ, тек қолыңызбен бөлшектеп шықсаңыз болды. Торттың сыртына жабыстырып,
оформление жасап аламыз. Жасалу жолы ұнаса қолдап кетіңіздер. Ас болсын!